Сәлеметсіздер ме, Қармыту жаңалықтары. 19 наурызда Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде тау-кен ісі және электроэнергетика саласында бүкіл ресейлік чемпионаттың жылу энергетикалық кейсті шешудің іріктеу кезеңі өткізілді. Осы жайлы Оксана Фаттахованың сюжетінде. 19 наурызда Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде тау-кен ісі және электроэнергетика саласында бүкіл ресейлік чемпионаттың жылу энергетикалық кейсті шешудің іріктеу кезеңі өткізілді. Тау-кен саласы бойынша бүкіл ресейлік кейсті шешу жобаларының бастамасы және оның өз бетімен жұмыс жасаудың бір бөлігі болып саналады. Тау-кен ісі бойынша кезеңдер Ресейдің 19 жоғарғы оқу орындарында және Қазақстанның тек қана бір жоғарғы оқу орны Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде өткізілуде. Қатысушылар тау-кен ісі бойынша оқып жүрген 1000-нан астам студенттер және аспиранттар. Бұндай іс-шаралар өте қажет, себебі бұл білім-білік жетілдіреді. Бұл кейске Ресей сонымен қатар жақын шетелдерден қатысушылар қатысады. Бір-бірімізбен тәжірибе алмасып, шетелдік білім жүйесінен үлгі алуға тырысамыз. Электроэнергетика бойынша кезеңдер чемпионаттың өз бетімен жүргізілетін лигасы. Оған электроэнергетика саласында оқытылатын 500-ден астам студенттер қатысты. Лига кезеңдері Ресейдің 15 жоғары оқу орнында және бірінші рет Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде өткізілді. Қатысушылар өндірістік негізде туындаған инженерлік мәселелердің шешу жолдарын, нақты өндірістік қаржылай жағдаяттан шығу жолдарын қарастырды. Кейстерді тараттық. Қатысушылардың бәрінде бірдей кейс. Шарттары да бірдей. Әр топтың жағдаятты берілген тапсырманы шешудің өз жолы бар. Өз шешімдерін таныстырады және біз оларды әділ қазылар алқасына таныстырамыз. Келтірілген есептердің шешу жолдарын, гипотезаларын анализдеп қарастырып, график түрінде келтіріп, өз шешімімізді әділ қазылар алқасына ұсынамыз. Бұл жобаның іске асқанына небәрі 2 жыл. Өз ауқымын кеңейтіп, әр елде танылып келеді. Жеңімпаз командалар 2015 жылдың 30 мамыры мен 2 маусымында Мәскеуде Ресей ғылымының академигі Вернадский атындағы ұлттық геология музейінде өтетін ақтық мәреге жолдама алады. 2015 жылдың 19 наурызында сағат 15:00-ден 20:00 аралығында Политехник кафесінде Наурыз мейрамына орай жыл сайынғы бауырсақ пати іс-шарасы өткізілді. Осы жайлы біздің тілшіміздің сюжетінде. 2015 жылдың 19 наурызында сағат 15:00-ден 20:00 аралығында Политехник кафесінде Наурыз мейрамына орай жыл сайынғы бауырсақ пати іс-шарасы өткізілді. Іс-шараның мақсаты қазақ халқының салт-дәстүрін, мәдениеті мен тарихын Қарағанды мемлекеттік техникалық университеттері студенттері арасында дәріптеу. Бұл мереке несімен ерекшеленеді? Бұл мерекеде табиғат жаңарып, адамдар мейірімге бөленеді. Өз халқын, отанын сүйетін жандар мерекені асыға күтіп, ежелден бері тойлап келе жатыр. Бауырсақ пати іс-шарасын ұйымдастырушылар жас орда студенттер мен магистранттардың профодағы. Бұл іс-шараға Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде оқитын 100-ден астам студент жастар атсалысып қатысты. Студенттер мерекелік концерт қойып, қазақ халқының салт-дәстүрінен көріністер көрсетті және ұлттық тағам бауырсақ даярланды. Біз бұл іс-шараны жыл сайын өткіземіз, Наурыз мейрамына орай. Негізгі мақсаты студенттер арасында қазақ халқының салт-дәстүрін насихаттау және барлық студенттерді ақпараттандыру, қазақ халқының мәдени құндылықтарымен таныстыру. Бұл іс-шараны жыл сайын университет басшылығы қолдап отырады. Бауырсақ пати демеушілердің үздіктерді марапаттауымен және сыйлық берумен аяқталды. Бірінші орынды машина жасау факультеті, екінші орынды жол көлік факультеті және үшінші орынды энергетика және телекоммуникация факультеті жеңіп алды.
2015 жылдың 22 наурызында Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті мен Бұқар-Жырау ауданы әкімшілігі ұйымдастыруымен Республикалық Бұқар-Жырау даланың данагөйі, бірліктің батагөйі атты ғылыми-практикалық конференция өткізілді. Біздің тілшіміздің сюжетінде. Бұқар-Жырау даланың данагөйі, бірліктің батагөйі, Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған конференция өткізілді. Конференция Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің акт залында өткізілді. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осы тұрғыда Керей мен Жәнібек 1465 жылы алғашқы хандықты құрды. Қазақтың мемлекеттілігінің тарихы сол кезден бастау алды. Ең маңыздысы, сол кезде оған негізі қаланды. Біз бабаларымыздың ұлы істерінің жалғастырушыларымыз деп атап өткендей, іс-шара мәңгілік ел ұлттық бастамасы аясында және қазақ халқының жырауы, ақыны, Абылай ханның кеңесшісі, қазақ ауызекі поэзиясының көрнекті өкілі Бұқар-Жырауға арналды. Конференция мақсаты ақынның шығармашылығын, жыраулығын жастар арасында кеңінен насихаттау, студенттерді қазақ тілінің байлығы мен көркемділігіне баулу, өз халқының ұлы тарихының рухани қазынасына терең үңілуге шақыру. Конференцияға Дүкенбаев, Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Еуразиялық зерттеу кафедрасының меңгерушісі, тарих ғылымдарының докторы, профессор Сыздықов, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің жанындағы этносаралық қатынастар және Қазақстан халқы ассамблеясы толеранттылығы орталығының директоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор, Күлтегін сыйлығының лауреаты. Алматов, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, жырау, Қазақ ұлттық өнер университетінің профессоры. 65. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Еуразиялық зерттеулер кафедрасының профессоры, тарих ғылымдарының докторы. Шаяхметов, тарих ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы президент жанындағы қоғамдық келісім, ғылыми сараптамалық қолдау және әдістемелік қамтамасыз ету қызметінің жетекшісі. Жұмағұлов, Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің қазақ әдебиеті кафедрасының доценті, филология ғылымдарының кандидаты. Бахтияров, ардагер педагог, халық ағартушысының озық қызметкері, социалистік жарыс озаты, Бұқар-Жыраудың ұрпағы. Сонымен қатар облысымыздың қоғамдық ғылым саласындағы танымал ғалымдар мен белгілі саясаткерлер, оқытушылар, магистранттар қатысты.